танымдық сабақтарымызды жалғастырамыз. Сабағымыздың тақырыбы «Тәуелсіздік Қазақстан жолы 2050». 2013 жылы 24 сәуірде бейбітшілік және келісім сарайында Қазақстан президентінің қатысуымен Қазақстан 2050 стратегиясы «Бір халық, бір ел, бір тағдыр» тақырыбымен Қазақстан Халқы Ассамблеясының мерейтойлық 20-шы сессиясы өтті. 2013 жылдың 30 мамырында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшу жөніндегі тұжырымдама туралы жарлығы шықты. 2013 жылдың 1 қыркүйегінде солтүстік Каспий қайраңындағы Қашаған кен орнынан мұнайдың алғашқы баррелін өндіру бастау алды. 2013 жылдың 29 қарашасында Астанада болашақ халықаралық бағдарламасының 20 жылдығына арналған форум өтті. 2013 жылы әділет және руханият партиялары бірігіп, жаңа бір саяси партия құрды. Партияның аты Бірлік деп аталды. 2013 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұйрығы бойынша барлық зейнетақы қорлары бірігіп, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құрды. 2013 жылдың ең өзекті әлеуметтік тақырыбы әйелдердің зейнетке шығу жасының көтерілу мәселесі болды. Көптеген пікір алмасу нәтижесінде зейнетке шығу жасы 2014 жылдан бастап келесі 10 жыл ішінде бірте-бірте көтерілетін болды. 10 жылдан соң әйелдер мен ерлердің зейнетке шығу жасы теңесіп 63 жасты құрады.